Biz газетimiz türdüğümüz. Короче, bir әңгіме айтып отырайын десем, әңгіме жоқ қойшы. Ертең қаяққа барасың демеңдер. Ертең сабаққа барам. Көзім ашып жатыр. Прямо шетімде қойып. Сафетка. Ертең қараңдар, мынау негізі мынандай ашатын жер. Мына жерде тұру жоқ. Ол не жақта тұр ғой, білген. Мына жерде тұратындығы. Енді біз қазір мынау бетімізді сүреміз. Мені сыныпта Ержан Алихан деген бала бар емес па? Сол мені сыныпта жақсы көрген тұғын. Ол менде шындап, мен оның бір әңгімесіне сеніп шындап. Сөйтіп қарап қалсам, сұрағанмын ғой оның үйінде. Менің подругам тұрады. Подругам екеуі бір үйде бірге тұрады. Сұрағанмын, жоқ, ол сені үйде мазақтайды деп айтты да ма? Мен дедім. Өзі құшы вообще сен маған сөйлемеш, ответ бермеш, мен қарындасыма сөйлемеш деп. Маған міне сөз өтті да сөйтіп. Мен не мазақ берді. Ол сені өлтіріп жақсы көреді да. Мен дедім. Потом маған жазды. Деп жазған бірақ ұмытқан. Кірпігім істеп жатырмын. Енді мен қасында істеймін. Одан кейін мен ұйқым. Қазір бетім бүкіл жып шығам. Шығып жатқанда жоқ. Мен неге адам кіремеспін, мына нерде кіремес? Короче, міне. Сұртым екен жерде бар тұғын.